Қалайсыздар достар, Байда Кесет YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеом Мерасайлы бауырымыз өткен бір видеомда комментарий қалдырған болатын. 1688 приложениесін телефонға қалай жүктеп алуға болады, сол жөнінде көрсетесіз ба деген. Әрине көрсетемін, менімен бірге болыңыздар. Ұнаса лайктарыңызды аямаңыздар. Видео сіздерге ұнаса, соған лайк болса, лайк басыңыздар. Енді 1688 сайтына келейік. 1688 сайты телефондағы приложениесі осы 1688 сайты. Бұл Қытайдың оптовый базары десек те болады. Яғни осы жердің барлығын алуға мүмкіндік бар. Яғни достар, сіздердің телефондарыңызда 1688 приложениесі болса, оны қалай обновление жасау керектігін білмей жүрсеңіздер, оны былай жасайсыздар. Обновлениені өздері мына оң жақ төмен бөлімге өтесіздер. Одан кейін оң жақ жоғарыдағы настройка белгісін басасыздар. Сәл төмен түсетін болсаңыздар, осы жерде 8.19.2.1 деген санды көріп тұрған боларсыздар. Яғни сіздердің телефондарыңызда, яғни бұл менің телефондағы 1688 сайтының приложениенің версиясы. Оның үстінен сіздер басып жаңартып алсаңыздар болады. Версияларыңыз ескі болған жағдайда, ал мүлде телефондарыңызда осы сайт болмаған жағдайда, осы видеоның астына описаниеге сілтеме тастайтын боламын. Сол сілтемеге өтіңіздер. Бұл бірінші жолы сілтемеге өтіп жүктеп алудың. Егерде үйлеріңізде ноутбук немесе компьютер болған жағдайда, қазір осы видеодан кейін сіздерге қалай ноутбуктан немесе через компьютерден жүктеп алу, телефонға жүктеп алу жолын көрсететін боламын. Мұқият қараңыздар. Осы оны мен көрсетіп тұрған белгіген басыңыздар. Міне осыны. Одан кейін осы жерде iPhoneға, сосын Androidқа шығады. Мына сканировать етіңіздер міндетті түрде. Мына Android. Міне осы достар, видеоның соңына келдік. Жаңағы видеоны көрдіңіздер, түсіндіңіздер деген ойдамын. Түсінбей қалған, білмей қалған жерлеріңіз болса, комментарийға жазыңыздар, мен жауап беремін. Сіздерге айтқым келгені, көрсеткім келгені осы. Өзімнің білгенімді, бар білгенімді сіздерге көрсетіп отырмын. Келесі видеомда сіздерге YouTube'дағы өзіңізге ұнаған видеоны қалай жүктеп алуға болатын жөнінде көрсетемін. Оның бір емес 3 жолы бар, соны көрсетемін. Сау саламат болыңыздар.